Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Нури Камал, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өзімнің сүйікті сорпамның бірі, горох сорпасын жасайтын боламыз. Өте қарапайым жасалады, бірақ дәмі керемет болып шығады. Бізге ең алдымен ет қажет, менде қой еті, бірақ сіздер кез келген етті қолдана берсеңіздер болады. Етті қатты үлкен емес, кішірек етіп, 4 бұрышты формада турап дайындап аламыз. Еттің артынан көкөністерді дайындап турап аламыз. Ол бізде пияз, сәбіз және картоп. Барлығын видеодағыдай турасаңыздар да болады, өз қалауларыңызбен турасаңыздар да болады. Ол барлығы сорпада бірдей дәм береді. Бірақ мен осы пиязды жарты домалақ секілді, сәбізді ұзын-ұзын соломка секілді, картопты 4 бұрышты кішірек етіп турап дайындап алдым. Енді сорпа жасайтын ыдысымызға азырақ май құямыз. Менде қойдың еті болғандықтан майда азырақ қостым, себебі еттің өзі майлы болып келеді. Етті салып 5-6 минут қызарғанша қуырамыз. Үстінен пиязды салып 3-4 минут бойы қуырамыз. Артынан сәбізді салып, оны да 3-4 минут бойы қуырып аламыз. Сорпаны қызарту үшін томатная паста қосамыз, және дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Одан соң үстінен су құямын. Мен 4 литрдай су құйдым. Осы порция 6-7 адамға жетті. Суды құйғаннан кейін жақсылап араластырып, қақпағын жауып, қайнап шыққанша күтеміз. Сорпа қайнап шықты, енді үстінен бірден горохты саламын. Себебі горох өте ұзақ піседі, 1 сағат 10 минуттай, 1 сағаттай піседі. Мен 1 сағаттай қайнаттым сорпаны, одан соң үстінен картопты салдым, және дәмін тағы да көрдім. Сорпада тұз жетпегендіктен 1 қасық тағы да тұз салып, жақсылап араластырып 20 минуттай картопымыз піскенше қайнаттым. Сорпамыз дайын болды, дәмі өте керемет болып шыққан. Горох сорпасын азырақ бетіне сухари салып ұсынсаңыздар болады. Бір отырғаннан барлығы таусып жеп қоятын сорпаның бірі. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, және менің каналыма тіркеліңіздер. Осы видеоның астына лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін көріскенше сау болыңыздар.